Ақмола облысындағы Алексеевка ауылында үй өртеніп газ баллон жарылды. Тілсіз жау басталғанда баласын құтқарып үлгерген 30 жастағы азамат жарылыстан соң екінші ұлымен бірге үйден шыға алмай қалған. За одной партой сидел, это мой одноклассник. Бір партада отырған кішкентайдан бірге өскен сыныптас досым еді. Кім білген, Сашка жанып жатыр деген айғайдан ояндым. Тұра жүгірдік, не керек үлгермедік. Газ баллоны жарылып, үйден қайда шықпай қалды. Қолымыздан түк келмеді. Өрт жұрт шырт ұйқыда жатқанда басталыпты. Тілсіз жау күш алғанда ғана үй иесі оянған. Жанұшыра 1,5 жастағы ұлын далаға шығарыпты. Қайтып кіріп ұйқыдағы 6 жасар ұлын алып шықпақшы болғанда газ баллон жарылған. Күшті дүмпуден үйдің қабырғалары құлап, шатыр көкке ұшқан. Үйінде астынан құтқарушылар баласын денесімен жауып жатқан екеуінің мүрдесін тапты. Ал оқыс оқиға болғанда балалардың анасы ауруханада жатқан екен. 30 жастағы Александр үйінде 2 ұлымен қалған. Доломитовый зауытында слесарь болып жұмыс істеген марқұм отбасына да жұмысына да өте жауапты азамат болған дейді көршілері. Хабар келіп түсімен Көкшетаудан да Зерендіден де өрт сөндіруге 20 адам және 5 арнайы көлік жеке құрамы жіберілді. Ішкі істер органдары қазір тергеу жүргізіп жатыр. Өрт техникалық сараптама жасалды. Әзірге апаттың неден болғаны анықталып жатыр.